Ереулі атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңкеу жел шалмай, ерлердің ісі бітер ме? Ассалаумағалейкум, қадірлі қазақ елі. Сыр сұхбат айдарының бүгінгі қонағы Алаш Прайд жүлдесінің иесі, Азия чемпионы Қайранов Шыңғыс Шақ Қазақ. Қош келдің студияға. Рахмет, ассалаумағалейкум. Азия чемпионсың, Алаш Прайд жүлдесінің иегерісің, жоғарыда айтқан. Бүгінгі таңда жастарды намысты, жігерлі, қайратты болуға тәрбиелейсің. Ал өзің тәрбиені қайдан үйренесің? Мен жалпы тәрбиені тарихтан үйренемін, тарихтан, діннен, тілден, осы әдебиетімізден үйренемін. Аталарымыздың, ата-бабаларымыздың жүрген жолынан, шежіремізге көп көңіл бөлемін. Сол нәрселерге көп толықтырамын. Қазіргі тілмен, жастардың тілмен айтатын болсақ, мотивация керек болатын болса, бір жүректілік керек болып тұратын болса, тарихқа үңілсең, біздің ата-бабаларымыз кәдімгі жалаң төсті батырларымыз қолына найза алып алып, қылыш алып алып, жауға шапқан кезде сен деген бокс қолбақты киіп алып, қалай төбелеспеймін, қалай мен елімнің намысын қорғамаймын деген сияқты өзіңе рух алатындай да. Ал тәрбие жағына келетін болсақ, біздің шежіремізде де үлкен, мысалы, бері қарай келетін болсақ, абай аталарымызды толықтай жазып кеткен, қалай ер әйел мен ер азаматтың арасындағы қарым-қатынас қалай болу керек, қандай жағдайда, мысалы, абай жолын оқысаңыз да, оның ішінде толып тұрған тәлім-тәрбие біз өзімізге, егер оны түсініп оқитын адам болатын болса. Жалпы сіз үшін батыр деген кім? Мен үшін батыр деген жүрегінде, әр қазақтың баласы батыр ғой, бірақ жүрегінде бөлінбейтін адам ғана батыр деп есептеймін. Енді біреулер бар ғой, алматылық, Шымкент, біреу Адай, біреу Найман деп бөлінетіні. Мен сол бөлінетін адам батырға жатпайды. Ол батырға бөлінбейді. Мен қазақтың баласымын дейтін адам, ол міне соны батыр деп мойындаймын. Елімізге еңбегі сіңген, елімізге маңдай тері, қасықтай қанын берген, жанын берген батырларымыз көп. Мен мына бері жақтан айтатын болсақ, соғыс жылдарын айтатын болсақ, Талғат Бигелдин, Бауыржан Момышұлы деген азамат кісілердің әрбір сөзін мен өзіме қанатты сөз етіп алып жүрем. Сосын мына ары қарай кететін болсақ, Қабанбай мен Бөгенбай, Исатай мен Махамбет, осы азамат кісілердің Иса Досан, бүкіл халық, бүкіл қазақ халқына мойындатып кеткен ол кісіні, ол кісілер. Ал қазіргілердің батырлары жаңа бөлінбейтін батырлар. Әр қазақ менің жалғызым деп Сабырадай ағамыз айтып кеткен ғой, айтқан ғой. Мінекей сол нәрсе сияқты әр қазақ менің жалғызым деп түсіне білетін адам ғана батырлыққа лайық деп есептеймін. Түсінікті. Жалпы жастар неше жастан осы спортқа айналысу керек? Неше жастан спортқа бару керек? Неше жастан бастап спортпен шұғылдану керек? Енді ауылда тұратын жастар бір бөлек. Бұлар енді күнде қи аударып, мал бағып, қора тазалап, күнделікті өмірі спорт десе болады. Таңертең оянғаннан бастап үйге су тасу болса да, құдықтан суды тартып аламыз, краннан ағызып алмайды. Қаланың баласы сияқты. Сол сияқты. Ол ауылдың өмір тұрмыс тіршілігінің өзі спортқа бейімдейді ғой адамды. Бірақ енді негізінде 9 жасынан бастаған дұрыс. Бала спортпен айналысады. Бала мұғалім көріп, мұғалім көргеннен кейін бастаған дұрыс. Себебі мұғалім көрмеген біздер 5-6 жастан бастап қабылдап көрдік. Оның ішінде спорт залының іші балабақша болып кетеді. Мұғалім көрмеген сені не істемейді, ұрысқаны тыңдамайды, қатты сөйлегені елең етпейді. Одан кейін барып сосын көргеннен кейін, мұғалім көргеннен кейін, кішкене тәлім тәрбие алғаннан кейін, мұғалімнің не екендігін түсінгеннен кейін, мысалы ол 9 сынып пен 3 сынып 9 жас деген 3 сынып оқушысы. 1-2 сынып бойына мұғалімнің тәрбиесін көрген оқушы 3 сыныпта сенің айтқаныңды ұға алатын болады, түсінетін болады. Үйреткеніңді ертесі күні сұрасаң біліп тұрады соны. Ал мұғалім көрмеген тәрбие, енді мұғалім көрмеген адам сені келген кезде үйреткен нәрсеңді де ұмытып қалады. Кеше не берген сабаққа, үйге қалай жеңіл жұмыс жасап керектігін де білмейді. Сосын жалпы мен спортқа 9 жасынан келген дұрыс деп есептеймін. Ал егер гимнастика, басқа жүзу сияқты жеңіл спорттар болатын болса, енді ол жағын оны білмеймін, енді 6 жастан 5 жастан қабылдауға болады. Алдына жекпе-жек, бокс деген сияқты ауыр спорт түрлеріне, қиын спорт түрлеріне, күрес дегендердің барлығына 9 жастан бастап қабылдаған дұрыс болады. Түсінікті. Жалпы өзіңіз осы енді аралас жекпе-жекке үнемі шығып тұрасыз. Жеңімпаз болдыңыз.
осы жекпе-жекке шығардың алдында қандай дұға жасайсыз? Жалпы осы сұрақ Енді көп. бісміллә деп рингке шығасыз ғой. Бисмилля Осы белгілі. жалпы осы сұрақты көбі қояды, себебі мен рингтің алдына келіп, жан жақтан тікелей эфир анау түсіріп жатқан кезде мен Алладан дұға тілеймін. Құдіретті шексіз Алла тағала біліп білместен қателігімді кешіре көр. Осы ел жұртының алдында ұятқа қалдыра көрме. Енді мен ол жерде жеңісті маған нәсіп ет, оны қарсыласым жеңіліп қалсын деп тілемеймін. Тек мені абыройсыздықта қалдырма. Осы бір мейлі мен кейде жеңіліп қалған екі жекпе-жегім бар, бірақ ең соңына дейін, ең соңғы нүктеге дейін жеттім. Алланың қалауымен ең соңғы нүктеге дейін жер соғып жолда қалған жоқпын, немесе нокаут талып қалған ештеңем жоқ. Ең соңынан төрешілер шешімімен ұтылып қалдым 2 рет. Бірақ мен ол Алланың берген маған сыйы болды. Әділ түрде ұтылдым. Енді Алланың берген маған сыйы болды. Сен осы сондай ұтылыс арқылы, жеңіліс арқылы мен жеңілістің ащы дәмін мен сезінуім керек болды да. Себебі мен ұтып келе жатырмын, ұтылмай жатқан кезде мен ойлайтынмын, бұл әлемде мен ешкім ұта алмайды деп. Мен өте мықтымын, тәкаппарлыққа қарай бойсынып бара жатқан кезде Алла тағала көрсетті де өзімнен әлсіз екі адамды берді де екеуінен де ұтылдырып тастады да. Мен сол кезде ойландым, мен деген олай емес екен деп. Мен қатты тәкаппар болып кеттім, кейбір адамдарға менсінбеушілікпен қарадым, өзімнің ширіп кеттім кішкене. Сол үшін сабырға келуім үшін Алла тағала маған 2 жеңілісті берді. Енді одан артық бермей ақ қойсын деймін, әйтеуір сабырға келдім, түсіндім бәрін. Енді бірақ сол кезде оқитын дұғам жаңағыдай тек құдіретті шексіз Алла тағала біліп білмей істеген қателерімді кешіре көр, елімнің жұртының алдында ұятқа қалдырма. Абыройсыздықтан сақтай көр деп әйтеуір. Жалпы естіп жүрік, бүгінгі таңда осы қазақ жігіттері октагонға, рингке шығарда әртүрлі музыкамен шығады. Бірі шетелдің, бірі ағылшынша, бірі орысша, бірі әркім әртүрлі ұқтырған. Сіз таза қазақша музыкамен рингке шығады екенсіз. Және қазақтың да жастарының барлығына ұрсып, тіпті неге қазақтың музыкасымен шықпайсыздар деп үгіттейді екенсіз. Тіл мәселесінде көп көңіл бөлемін. Өз тіл менсінбеушілік, өз тілімізді өзіміз пайдалануымыз керек. Ол тек қана қазақтарға ғана арналған нәрсе ғой. Мінекей ал музыка мәселесінде келген кезде ағылшынша музыка тыңдап, өзі де түсінбейді, өзі басып бүйтіп кетіп бара жатады. Мен айтамын да, сен неге қазақша әуендермен жыр термелер болсын, мейлі қазақша әуен, күй болсын, қазақша әуен тыңдап жүріп, сен неге өзіңнің бойыңды рахаттандырмайсың деймін да. Сен неге ол ағылшынша не бойың түсініп отқан жоқ, не ойың түсініп отқан жоқ, миыңда түсініп отқан жоқ. Тек өзің түсінбейтін нәрсені даңғыр тыңдап жүресің. Маған солай ыңғайлы дейсің да. Саған солай ыңғайлы шығар, бірақ деген сен өзің оң жақ сыртынан қараған кезде жын сияқты, шайтан сияқты кетіп жатасың деймін да. Спорт залдарда мен насихат жүргіздім осындай қазақша музыка туралы. Біздің ұлтымыз қазақ, тіліміз қазақ. Біз әр нәрсені жүрісімізден артымыздан өсіп жатқан інілеріміз тәлім тәрбие алады. Біз қалай қозғалсақ солай қозғалғысы келеді. Біз не істесек соны істегісі келеді. Сондықтан біз дұрыс жүруіміз керек. Біз олардың бағытын қазақшылыққа қарай бағыттауымыз керек. Қазақша музыка тыңдадық па, қазақша әуен тыңдадық па, олар да қазақша әуен тыңдайды. Сен не тыңдасаң соны істейді. Жалпы алдағы уақыттағы жоспарыңызбен бөліссеңіз. Алдағы уақытта кеше осы 2-3 күндікте Атырау қаласында Қазақстан чемпионаты өтті. Сол чемпионатта Данияр Қасқарау ағамыз, Алаш Прайд төрағасы, сол кісі өзі айтты, сіз маған дайындықта жүре беріңіз. Мен қазір толықтай дайындықта жүрмін. Әр уақытта, кез келген уақытта 10 күн немесе 20 күн бұрын, 1 ай бұрын бізге хабарлайды. Осы күні жекпе-жек қойылды. Сіз осындай адаммен осындай қарсыласыңыз бар, осы жерде осындай төрешесіз деп, шығасыз деп. Мен қазір толықтай дайындықтамын. Бұйырса күтіп жүрсіз. Бұйырса сол үлкен кісілерден хабар күтіп отырып тек қана. Үлкендерден бата алып, ортаға шығып рингте жеңісті күндеріңіз көп болсын деп тілейміз. Сізге енді түйін жасап тілектеріңіз тілесеңіз халқымызға. Жеңісті, жемісті күндерде жүздесуді Алла бізге нәсіп етсін. Тек қана жақсылыққа, бірлігіміз жарасқан тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жүре берейік. Тек қана алға Қазақстан. Рахмет, Шыңғыс бауырым, саған алтын уақытыңды бөліп арнап келгеніңе, еліңе тілеген жеңісті күндерің өзіңде де көп болсын. Жаңағы дұғаң қабыл болып, абыройсыздықтан Алла сақтап, жақсы жетістіктерді көруді бізге нәсіп етсін. Қымбатты көрермендер, осымен дін мен діл хабарының сұр сұхбат айдары тамам. Келесі
эфирде амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.